Салем достарики, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгін Динара Ибраева и бүгінгі Шалқазақ ТВ каналында мен арнайы қараша желтоқсан айларының иегері, яғни мергендердің қасиетін ашушы видеороликті бүгінгі күнде сіздерге жеткізіп барамын деген ойдамын. Себебі шынымен әр зодиактардан өздеріне жараса қасиеттерді дамып келіп, ол сізге дейтін қарапайым жұлдыз жорамалдағы ақпарат болмай, шынымен әр зодиактардан өмірлік мағынасында беруші сыртқы стратегиясы осы қасиетпен байланысты болады. Немесе жұмыстық мәміледе, махаббаттық мәмілесінде, жалпы қоғамның талаптарына беруші бірінші инстинктивті жауабымыз де әрине осы зодиакалды қасиетпен байланысты болады. Сол себепті айтайлық сіз өзіңіздің зодиагыңыздан қасиетін тауып алам деген ойда болсаңыз, тек қана бірақ қағиданы, яғни әрдайым кез келген мезгілден бірінші тұрушы зодиага әрдайым кардиналды бастаушы қасиетіне, одан кейін тұрушы екінші зодиак әрдайым бір қалыпты тиянақты қасиетіне, үшінші тұрушы зодиак болса әлбетте мутабельді өзгермелі қасиетіне ие болады. Сол себепті қазіргі күз мезгілін алғанда әлбетте сіз дейтін бірінші тұрушы зодиак ол таразы екенін есептеп алып, әлбетте олар кардиналды бастаушы қасиетіне, таразылардан кейін тұрушы сарышаяндар әлбетте бір қалыпты тиянақты қасиетіне, одан кейін тұрушы мергендеріміз әлбетте өзгермелі мутабельді қасиетіне ие болады. Сол себепті түсініп тұрғанымыздай, дәл осындай өзгермелі тобына кіріп келуші зодиактар санына әлбетте мергендерден басқа балықтар, егіздер мен бикештерде кіріп, бұл жердегі олардың айырмашылығы әлбетте олардың ішкі психологиясында, яғни элементтік сәйкестігімен олар жалпы бір-бірлерінен өзгеруші болып келген, ажалып келуші. Яғни жер табиғатына қарасты бикештерді айтқанда, бикештер тура жердің өзі сияқты онымды, пайдалы болып келемін деген ішкі психологиясы әлбетте адамдарға көмектесу мағынасында, жұртқа пайдалы боламын деген мағынасында олар өздерінің ойдарын, осы сыртқы стратегиясы, яғни өзгеріп келу, трансформация жасау қылу арқылы әртүрлі ойдарды ойластырып, оларды өзгертіріп, әртүрлі пландарды жұмсап келіп, керек уақытта олардың бәрін өзгертіріп келіп, трансформация жасап келіп, әрдайым бастарында, әрдайым ойдарында әртүрлі өзгерістерді кіртіп келуші, сол арқылы жұрттарға көмектесуші қабілетіне ие болады. Ал енді ауа элементі егіздерге келгендеші, бұл жерде егіздердің сыртқы стратегиясы мен ішкі психологиясы бір-біріне керемет ұқсас, яғни ауаның өзі тура мутабельді қасиет сияқты өзгермелі трансформация қылушы табиғатына ие болғандықтан, әлбетте егіздер бұндай мағынасында бұл группадағы өздерінің қасиеттерін, өздерінің табиғаттарын 100% мағынасында жарқырата алатын, пайдалана алатын, ең тез, ең әрдайым ойдық мағынасында, қимыл әрекет мағынасында бірінші болып келуші, тағы да пырлап өзгеріп келуге асығып келуші, ұмтылып келуші зодиак ретінде табылып келеді. Ал енді ақырында су, сезімдер элементіне қарасты балықтарды айтқандашы, балықтардың ішкі психологиясы оларды эмпаттық табиғатын 100% мағынасында жұмсау жолында, әлбетте адамдардың эмоционалдық мағынасына дейсіп, психологиялық мағынасында 100% түсініп келуіне, арғарай оларға еліктеп, оларға көмектесу мағынасында оларға еліктеп, олардың айтыр ахуалдарын жұмсатқызу мағынасында, көмектесу мағынасында көбінесе өздерін жоғалтып қойып, жалпы адамдарды қафа қылмайым деген мағынасында өздерінің басқа адамдардың сезімдерінде жоғалтып қоятын осындай бір мүмкін керексіз қасиетіне ие болатын зодиак. Ал енді өзгермелі мутабельді қасиеттің өзі не деген сөз деген сұрақты қоятын болсаңыз, бұл жерде әлбетте мутабельді біздің зодиактарымыз екі мезгілдің арасында қалып қойған орнымен, олар дейтін екі мезгілге де бірдей көнге алатын қасиеті, әлбетте оларды өзгермелі, әлбетте оларды мутабельді қылу мағынасында зодиактарға күштерін көрсетер екен.
Яғни сол мергендер айтқанда, мергендер жартылай көз мезгілінде, жартылай қыс мезгілінде орын алған позициясы орны әлбетте қыс мезгілінде де, көз мезгілінде де бірдей көңге алатын, бірдей өзгеріп, өздерінің тіршілігін көре алатын зодиактар ретінде бізге таныс болып келеді. Яғни шынымен айтқанда, бұндай зодиактар кез келген өмірлік жағдайларға тез көніге алатын. Одан да қызығырақ қылып айтқанда, өмірлік жағдайларында осындай бір жаңалықтар, осындай бір өзгерістер олардың өмірлеріне келмесе де, олар дейтін өздерін бүлдіргіш табиғатымен, қасиетімен, өздерін қызық құмар қасиетімен сол өзгерістерді өздерінің өмірлеріне кіргізді алатын осындай бір қызықты зодиактар болып есептеледі. Сол себепті бұндай зодиактар әлбетте өздерін өзгермелі қасиеті себепті әртүрлі саладағы әртүрлі ақпараттарды үйреніп келіп, оларды сол әртүрлі жұмыстарда пайдаланушы, жұмыс атқарушы қасиетіне ие болып, негативті мағынасында бұндай жандар рутиналы бір ахуалда қалып қоюшы жұмыстарға түсіп қалған вариантта әлбетте олардан ішіп пісуді бастады. Әлбетте олар осындай бір форматты жұмыс жасағысы келмей, тек қана сол жұмысқа жаңа жаңалықтарды кірту арқылы немесе барлық нәрсені лақтырып жіберіп, жауапкершіліксіз қашып кететін адамдарды отырғызып қоятын, осындай бір қасиеттерге, ахуалдарға тастап кету мүмкіншілігі де ие болады. Себебі олар әрдайым жаңалықтарды, өзгерістерді қалаушы, соларға қарай ұмтылып жүруші зодиактар болып есептеледі. И дәл сол себепті мутабельді зодиактар әртүрлі сұраныстарға, әртүрлі мүмкіншіліктерге, әртүрлі осындай бір өмірлік өзгерістерге мақұл, әртүрлі жағдайларға тез көнігуші табиғатына ие болып, әйтеуір жаңалықтарды үйренейінші, әйтеуір жаңа адамдармен араласып келейінші дейтін қызық құмар, дейтін тек қана алға қарай жүремін деген табиғатына ие болады. И түсініп тұрғаныңыздай, осындай бір зодиактарда нағыз қатып қалған бір дамыған қатты құндылықтар системасы болмай, бұл жандар басқа зодиактарға қарағанда әрдайым өздерінің ойларын, өздерінің идеяларын, өздерінің опыттарын өзгертіруші, трансформация қылу арқылы әрдайым тек қана жаңалықтарға қарай жүретін, әрдайым өзгерістерге қарай ұмтылатын адамдар болып, сол себепті олар дейтін бір сабақты үйреніп болғаннан кейін, әлбетте ол сабаққа 100% өліп қалғанша амал қылудың орнына, әлбетте жаңа сабақпен, немесе жаңа бір басқа нәрсемен араластырып жіберіп, дамытып жіберіп, алға қарай жүретін, яғни қатып отырмайтын жалпы мінезіне ие болады. Осындай мағынада отты ішкі табиғатына ие біздің мергендеріміз әлбетте жоғары қызығушылық, жоғары бір қандайда жаңалықтарды үйренемін деген ішкі психологиясы арқылы әлбетте әрдайым қанырып, қыдырып жүруші, жаңа адамдарды кездескісі келуші, өздерінің ойдарын, өздерінің құндылықтар системасын әрдайым жиі өзгертіп келуге, шабыттанып келуші зодиак болып есептеледі. Сол себепті бұндай саяхат сүйер біздің жандарымыз жиі әртүрлі мемлекеттерге барушы, ұзақ әртүрлі салт-дәстүрлерді, мәдениеттерді үйреніп келіп, өздерінің көзқарастарын кеңейтуіне, жаңалықтарды үйренуіне әрдайым ұмтылып келіп, тура өздерінің басқарушы планетасы Юпитер секілді, яғни Юпитердің кеңею, жомарттық пен даму планетасына қарасты біздің зодиагымыз, әлбетте тура сол сияқты кеңейіп келуіне, өздерінің ойдарын, өздерінің практикасын, өздерін осындай бір өмірлік тәжірибелерін кеңейту, үлкейту мағынасында әрдайым алға қарай жүруші, әрдайым жаңалықтарды үйренгісі келуші, үйреніп келген нәрселерін әлбетте ары қарай жұрттарға таратушы, тура мұғалім ретінде жұрттарға шындылықты көрсеткісі келуші, үйретіп келгісі келуші, табиғатымен басқалардан ажыралып келуші болады. Себебі және бір рет айтқанда, Юпитер планетасы ол даналық пен мұғалімділік
planetasi deb hisoblanadi. O'tni tabiati sababda merganlar albatta boshqalarga qaraganda o'zlarini uyalmay jurtning arasida ko'rsatuvga shabutlanadi, har doim olg'a qaray yuradi. To'g'ri o'tning o'zi saxta, har doim shundilikni izlovchi, har doim shundilikda betga qaray. Ol deydan sizni ranjitib qoluv joyini tusirsaydi, nemese o sizni shundiligingizda eskisi kelmaydi. Odamlarga bo'lsin, baribir unday ma'nolar seqini shundilikda izlab, sol shundilikda aytuvga asig'atan zodiaklar bo'lib hisoblanadi merganlar. Boshqa o'tda zodiaklarga qaraganda merganlar albatta tez ranjimovchi, tez o'sib qolmovchi danaligi sababda, ya'ni sol arslonlar men to'qtilarga qaraganda tez o'tdan ketuvning o'rnida bu odamlar o'zlarining ruhoniy danaligini, o'zlarining o'shanday bir diniy aql o'ylari sababda barcha narsani o'nay kechira oladi. O'nay barligini esdan chiqara oladi. Unutadi. Kerak bo'lsa, tibda sizga ko'mak tesaluga arzunda saboqlarda, nemese kengeslarda aytuvga dayan dana zodiak retinde bizga tanish bo'ladi. Albatta, videorolik oxirida bunga yetib kelgan axborot sizga jalpi unab kelgan variantda albatta like, kommentariy, podpiska jasavni unutmaymiz. Sonda Shala Qozoq TV kanalida odanda ko'proq muhabbatlik ma'nosida, solasini jumusliq nemese o'snay bir sizga unab kelishi goroskoplik ma'nosida jasab kelishi videoroliklar odanda ko'proq kelib chiqaveradi. Adal kadr bo'lmasa, paka-paka. Arrivederci.